Сәлем достар, біз бүгін сіздермен алма қосылған шарлотка пирогын пісіретін боламыз. Жасап көріңіздер. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант, сұйық май, қаймақ, ұн, ванилин, қопсытқыш және алма қажет болады. Неше көлемде екен мен сіздерге төменге қалдырамын. Ыдысымызға жұмыртқаны жарып аламыз, үстіне қантты салып, миксермен қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Үстіне сұйық май және қаймақты саламыз. Қаймақ менде 30% қаймақ. Сіздер кез келген қаймақты салсаңыздар болады. Массамыз бір келкі болғанша жақсылап миксермен араластырып аламыз. Енді ұнды елеуіштен өткізіп, үстіне ванилин және қопсытқышты қосып, қасықпен бөлек араластырып аламыз. Енді ұнымызды сұйық массамызға салып, миксермен жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Бізде қоймалжың масса пайда болды. Енді 4 бұрышты етіп туралған алмамызды үстіне саламыз. Алма неғұрлым көп болса, соғұрлым дәмдірек болады. Енді ыдысымызды сұйық маймен жақсылап майлап, үстіне дайын болған массаны саламыз. Егер де сіз дөңгелек формалы ыдысты пайдаланатын болсаңыз, диаметрі 28 сантиметрлік форманы пайдалануға болады. Енді жіңішке етіп туралған алмалармен үстін қалауларыңызша әсемдеп шығуға болады. Пирогымызды алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз қызарып пісе бастаған кезде үстіне зубочистканы тығып тексеріп көреміз. Егер зубочистка құрғақ болса, пирог пісті деген сөз. Пирогымыз дайын, жасап көріңіздер. Пирог өте жұмсақ, дәмді болады. Алмамен керемет дәмі үйлеседі. Астарыңыз дәмді болсын.